Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен нөмірі 26 мектеп гимназиясының педагог-психологы Жұмабекова Шаттық Серікбековна боламын. Педагогикалық инновация шеберханасы байқауына ұсынылатын жобамның атауы АИ психологиялық чат-бот дарынды балалар мен талантты жастардың темперамент мен қабілеттерін анықтау. Заманауи білім беру үдерісінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолдану педагогикалық қызметтің тиімділігін арттырудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Соның ішінде чат-бот технологиясы білім беру саласында оқушылармен интерактивті жұмыс жүргізудің жаңа мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл технология оқушылардың жауаптарын автоматты түрде жинақтап, талдап, нәтижелер бойынша жеке ұсыныстар беруге мүмкіндік береді. Жобада қолданылған құралдар мен технологиялар бұл бірінші чат платформасы, чат-бот, ол Telegram жүйесінде іске асырылды. Екіншіден, жасанды интеллект, яғни Python, ChatGPT API бағдарламасын қолдану арқылы оқушы жауаптарын өңдеп, жеке ұсыныстар жасау үшін қолданылды. Үшіншіден, бұл психологиялық тест әдістемесі. АИ чат-бот ол 4 құрылымнан тұрады: сәлемдесу, тест таңдау, жеке қорытынды және ұсыныстар. Сәлемдесуде бот өз-өзін таныстырады және мақсатын түсіндіреді. Тест таңдауда, яғни оқушыға 2 нұсқа беріледі: темперамент және қабілет, соның біреуін таңдап, өз қалауышы бойынша орындайды. Сол тест қорытындысы ретінде жеке қорытынды жазады, яғни мысалы сіздің темпераментіңіз мынадай, немесе сіздің қабілетіңіз деген. Және осы қорытындыға байланысты ұсыныстар беріледі. Тест қорытындысы бойынша, яғни оқушыға жеке ұсыныс беріледі және таңдалған бағытына қарай тапсырмалар берілетін болады. Чат-боттағы берілген тапсырмалар бұл арнайы Python бағдарламасы арқылы жүзеге асырылды. Содан сіздерге кескіндеме берілген. Бұда біз сол берілген дайын мәтіндерді осы арнайы кодтарға қою арқылы, яғни баланың жаңағы чат-ботта жұмыс істеуін, автоматты түрде жауап беруін және әрбір баланың берілген жауаптарын есептеуге осы Python бағдарламасы қолданылады. Темпераментті анықтау тесті 10 негіздемеден және қабілет пен қызығушылықтарды анықтау тесті 8 негіздемеден тұрады. Оқушылар әрбір сұраққа 1 мен 5 ұпай аралығында белгілейді. 1 мүлде дұрыс емес, 2 дұрыс емес, 3 жартылай дұрыс, 4 дұрыс, 5 толық дұрыс. Қабілет пен қызығушылықтарды анықтау тесті қорытындысы бойынша ең жоғары ұпай жинаған 3 қабілет оқушының басты қабілеттері мен қызығушылықтары болып саналады. Және соған байланысты жеке ұсыныстар мен тапсырмалар беріледі. Өткенде тест қорытындысының нәтижесі бойынша бұлда 4 түрлі темперамент түрін анықтап береді: сангвиник, холерик, меланхолик және флегматик. Қорытындыда негізгі бағыттарды мен түртіп өттім. Біріншіден, ол жоба барысында психологиялық чат-бот балаларға өте тиімді, ыңғайлы және кез келген уақытта тапсыра алады. Екіншіден, ол чат-бот арқылы бала бірден өз нәтижесін біле алады және сол бойынша тапсырмалар мен жеке ұсыныстар өзіне алады. Үшіншіден, бұл ең тиімділігі педагог-психологқа кез келген уақытта жұмысының тиімді атқарылуына, орындалуына жүзеге асырылады. Одан кейін бала мысалы мектеп жағдайында өзінің қандай да бір қабілетін нақты анықтау үшін, әрі қарай оны жұмыс жасау үшін осы берілген тест темпераменті мен қабілеттілік тесттері балаға әрі қарай дамуына көп мүмкіндік береді. Бұл жоба педагог-психологтың психологиялық қызметтің жұмысын жақсартуда және де оқушылардың мектеп процесінде өз-өзін дамыту, жетілдіру және де қабілетін одан әрі қарай дамыту мақсатында өте көп көмегін тигізеді.